Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Мен ғылым бөлімінің аға ғылыми қызметкері. Бүгін сіздерге ғылыми танымдылық бағытта ақпарат дайындадым. Тақырыбы энтомологиялық үлгілерді жинау. Бұл ақпарат оқушыларға, студенттерге, мұғалімдерге және тағы басқа ерекше қорғалатын табиғи аумағында қызмет атқаратын инспекторларға пайдалы болуы мүмкін. Омыртқасыздарға бақылау келесі этаптармен жүргізіледі. Бұл этаптар схемалық түрде келтіргенде: бастапқы материалдарды зерттеу, энтомологиялық үлгілерді жинау, материалдарды камералдық өңдеуден өткізу, талдау және әдебиеттермен жұмыс, нәтижелерді есеп түрінде рәсімдеу, мақалаларды жариялау. Жәндіктерді анықтау үшін ғылыми әдебиеттер қолданылады. Дала жұмыстары барысында жәндіктерді аулау мен есепке алудың әдетте қолданылатын энтомологиялық әдістері: жерден даралық жәндіктерді жинау, оларды ұшқан кезінде аулау және стандартты энтомологиялық тордың көмегімен шабу. Әсіресе ұсақ жәндіктерді жинау үшін эксгаустерлер қолданылады. Қоқыста және топырақта тіршілік ететін әртүрлі жорғалаушы жәндіктерді жинау барбера тұзақтарымен жүзеге асырылады. Кешке және түнде белсенді жәндіктерді жинау үшін электр жарығына тарту жүргізіледі. Жиналған жәндіктер морилкаға немесе энтомологиялық конверттерге салынады. Зертханалық жағдайда жиналған материалдар микроскоппен анықталады. Жәндіктерді көзбен шолып бақылау және қолмен жинау маршруттарда және стационарлық түрде жүргізіледі.